Ассалаумағалейкум, құрметті Ұран YouTube каналының көрермендері, әлеуметтік желіні пайдаланушылар. Мінекей келесі санымызды түсіруге кірісіп кеттік. Бұл жолы біз саясат туралы айтатын боламыз. Және де біздің кезекті қонағымыз белгілі саясаттанушы, қазіргі таңда Махамбет атындағы мемлекеттік университетте сабақ беретін, ұрпақ өсіру, ұрпақ тәрбиелеу ісінде үлкен жұмыстар атқарып жүрген асыл ағамыз Тұрар Шайхиев. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Тұрар аға, енді сізді көп жылдар білем, сырттай өте қатты сыйлаймын, іштей де сыйлаймын, сырттай да сыйлаймын. Бұл енді еркін пікір алмасу форматы. Қош келдіңіз. Мына бүгін енді қазақта бір сөз бар ғой. Мен қашан шыққанын білмеймін. Саясатпен сен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады деген. Соның мән мағынасын ашып бере аласыз ба? Бұл не мақсатта айтылған сөз? Енді бұл айтылған сөз дегенде жалпы біз демократиялық қоғамда өмір сүріп жатырмыз дейміз ғой. Демократия деген халық билігі деген сөз. Сондықтан жалпы демократияның негізгі басты шарттарының бірі бұл енді жаңағы билікке халықтың араласуы. Араласу дегенде билікті халықтың бақылау жасауы. Жаңағы биліктің негізгі көзі халық дейміз ғой. Халық билікті уақытша белгілі бір адамдарға береді. Халық болмаса билік болмайды. Иә, халық және де бұл жерде сөздің мағынасы уақытша деген сөз. Билікті бергенде халық уақытша береді. Түпкілікті ешкімнің қолына билік бермейді. Демократиялық мемлекеттерде бұның барлығы заңмен реттеледі. Яғни қанша мерзімге, кімге қалай беріледі. Сосын бұл жерде жаңағы билік дегенде биліктің жоғарғы билік өз алдына енді, бірақ биліктің жаңағы ең төменнен бастап барлық билік түгел жаңағы уақытша беріледі. Оны деген жалпы муниципалитет дейді, жаңағы мэр дейді, қаланың басшысын, немесе біздің қарапайым тілмен жергілікті өзін-өзі басқару дейді. Жалпы жергілікті өзін-өзі басқару туралы айтқанда бізде көбіне жаңағы ақсақалдар кеңесі тағы да басқа деген айтылады да, сөйтіп жіберген ғой кішкене мағынасын бұрып. Бірақ ол жерде бұл жергілікті басқару, бұл билік. Ақсақалдар кеңесі не шешеді? Иә, не шешеді? Бұл мысалы біздегі мысалы жаңағы кей уақытта кейбіреулер жаңағы тұрғын үйлер кооперативі дейді ғой, онда жаңағы жергілікті басқаруға жатқызып жатады. Жалпы саяси теорияда жергілікті басқару дегеніміз ол билік. Кәдімгі билік. Енді билік деген сөзді түсінеміз ғой. Ал енді жаңағы саясатпен сен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады, сенімен айналысады деген сөзі жаңағы айтқан сол халықтың әр қайсысына саясат қатысы бар деген мағына ғой, солай ма? Қатысы бар ғой енді, өйткені деген жаңағы біз қатысы болады егер авторитарлық жүйе болмаса, иә, солай ма? Жоқ, бәрінде қатысы бар. Мына қара, жаңағы біз айтып отырмық, жергілікті өзін-өзі басқару деп, былай айтқанда әкімнен бастап сайлайды. Ең төменгі. Мысалы, кей жер префект дейді, бургомистр дейді, мэр дейді енді, әр жерде. Мысалы, ең төменнен бастап ең жоғарыға дейінгі. Енді қараңыз, сол жаңағы ең төмендегі қаланың мэрі қабылдаған кезілген шешім, ол жергілікті халыққа экономикалық болсын, әлеуметтік болсын, тағы да басқа өзінің әсерін тигізеді. Енді жоғарыдағы президент немесе жаңағы парламент қабылдаған шешім, ол өз алдына деген сөз. Елдің былай айтқанда дамуын айқындайды. Сондықтан қандай да болмасын саяси шешім, ол саған тікелей тиіспегенмен, бірақ ол сенің жаңағы саяси, әлеуметтік, экономикалық құқықтарыңды қозғайды. Жана өтеді, қалай деген. Иә. Ал енді сен бұл құқықтарыңды қозғағаннан кейін, ал сенің қоғамда өмір сүруің барлық осы құқықтарының сақталуына байланысты. Құқықтарың жақсы сақталса, сен қоғамда жақсы өмір сүресің. Сондықтан жаңағы сен айналыспасаң, сенімен айналысады деген сөз. Егер сен айналыспасаң, онда сен құқықтарың, сен билікке айналыспасаң, билікке әсер етпесең, онда билік басқа шешімдер қабылдайды да, сенің құқығың бұзылады. А сенің құқығың бұзылса, өмірің шамаланады. Онша болмайды. Ал енді дәл қазіргі уақытта адам құқығы біздің мемлекетте толыққанды қорғалып отыр деп есептейсіз бе? Жөнді, қорғалып отыр дегенде адам құқығының заң жүзінде бекітілуі бар, адам құқығының қорғау тетіктері деген бар, механизмдер.
Енді қазір уақытта жаңағы 1948 жылы біріккен ұлттар еңбек еткен адам және азаматтың барша ортақ декларациясы деген бар. Онда бүткіл құқықтар бәрі жазылған. Кішкентай жоқ 30 пункттан тұратын декларация, онда бәрі жазылған. Көптеген мемлекеттердің конституциялары осы құқықтарды көшіріп алған. Барлығында да бар. Бізде солай ма? Иә, бізде солай ғой. Мысалы, біздің Қазақстан азаматындағы бар құқық, ол сол Францияның азаматында да бар, ол Германияның азаматында да бар. Жаңағы мүлкіне құқығы, өмір сүру, оқу, еңбек ету құқығы деген сияқты. Мемлекеттің ең негізгісі адам құқығы деген сияқты. Иә, конституция бар. Бірақ енді басқа мәселе, сол конституцияға бар құқықты қорғау механизмдері, яғни қорғау тетіктері қалай жетілдірген. Бұл енді қалай деген. Ешқандай президент, күшті президент, жақсы президент, білімді президент, халқына өте жақсы көреді, жаны ішетін президент, немесе ешқандай жақсы парламент. Ол ешқашанда жаңағы өзінің жарлығымен, өзінің қабылдаған заңдарымен қоғамның өмірін керемет жақсы қыла алмайды. Қалай қылғанда да? Иә, бұл үшін халықтың өзі. Иә, халықтың өзі белсенділік таныту керек. Белсенділік таныту керек пе, жұмыс істеу керек пе, халықтың өзіне байланысты. Жақсы, Тұрар аға, мынандай мәселе бар. Бір саясаткерлер айтады. Мына қоғамда әлеуметтік экономикалық жағдай мықты болса, яғни адамдардың жүріп тұруы, ішіп жеуі, барлығы, медицинасы, білімі, барлығы керемет болса, жалпы халық саясиланбайды дейді. Себебі кейбір мемлекеттерде, дамыған мемлекеттерде, жаңағы Швейцария басқаларында тіпті кімнің президент болып, кім министр болып жатыр, кімді орнынан алып тастады, кім отставкаға кетті, олар тіптен алаңдатпайды. Себебі олардың өз ортасы, тұрмыстық жағдайы өте жақсы дейді. Ал енді қоғамда әлеуметтік экономикалық жағдай ушыққан кезде адамдардың барлығы саясилана түседі дейді. Сол дұрыс па? Жоқ, бұл жерде деген бұның екі жақты мәселе болар. Сол мысалы Құрама Штаттарда болсын, мысалы президент кім екенін білмеуі мүмкін. Ол кезінде жаңағы ең басында деген Америка таратуды деген хабар болды кезінде, Михаил таратуды деген халықаралық журналист. Сол да кезінде көрсетті, ресейліктер сол кезде таңғалып жүрді. Кезінде хабар болды. Бірақ сол американдықтар өзінің қаласының мэрі кім екенін өте жақсы біледі. Өзінің жаңағы окружной прокурор кім екенін өте жақсы біледі. Өзінің судьясы кім екенін өте жақсы біледі. Өйткені президент оған қатысы жоқ. Ол жаңағы өзінің мэрін біледі. Жанына жақын жердегі адамдар. Иә, біледі, жақсы біледі. Өйткені өзі сайлады, дауыс берді. Өзі біледі. Енді бұл қалай? Қара, мына халықтың тоталитарлық системаларда, жүйелерде, кезінде мына Кеңес одағында осындай жағдай болды, жүйеде. Мысалы, өзің білесің, Кеңес одағы кезінде адам тұрып жатқан үйінің өзі ол адамның меншігі болған жоқ. Пәтері. Адам пәтерде ордермен тұрды. Мемлекет. Ол пәтерді сата алмайды, мұраға қалдыра алмайды, ол меншігі емес. Ол мемлекеттің меншігі. Мысалы, сол кезде өзің білесің, кішкентай ғана жаңа шаштараз, кішкентай ғана жаңағы асхана, шағын ғана бизнес. Ешқайсысы мысалы адамның меншігінде болған жоқ. Бәрі мемлекеттің меншігі. Неге? Өйткені деген жаңа айтқан меншік адам деген әлеуметтік экономикалық жағдайын көтереді де, әлеуметтік экономикалық жағдайын көтергеннен кейін ол адамға белгілі бір жерде бостандық береді. Меншік. Яғни мемлекеттен бостандық береді. Сондықтан тоталитарлық жүйелерде ана адамда мемлекеттен бостандық болмас үшін адам жаңағы ішетін тамағы, киетін киімі, былай айтқан жаңағы алатын ақшасы, еңбек етуі, ол мемлекетке тікелей тәуелді болу үшін, яғни ол айтқан өмір сүру үшін қаражатты, ақшаны. Мысалы сен тамақ ішуің керек, киім алуың керек, оған саған ақша керек та. Ол ақша керек болғанда сен барып жұмыс істейсің. Сен қайда барып жұмыс істейсің? Сен жаңағы тоталитарлық жүйеде сен мемлекетке барып жұмыс істейсің. Сондықтан амалсыз шарасыздыққа алып келіп береді. Иә, сондықтан мемлекетке тәуелді боласың. Ал енді жаңағы сен сұрап отырмын. Сондықтан жаңағы сен айттың не деп, керісінше айтып отырмын мен. Байқап отырсың ғой да. Яғни керісінше әлеуметтік экономикалық жағдайдың көтерілуі міндетті түрде азаматтардың саясиландыруына алып келеді. Яғни жаңағы мен айтқан қате пікір, иә? Иә, көтерілу алып келеді. Бірақ көтерілу алып келгенде, ол деген көтерілуі деген саясиландыру деген не? Саясиландыру деген ол яза өкпе емес. Ол деген ол кәдімгі мысалы мемлекеттің өміріне араласу. Бірақ мемлекеттің өміріне араласқанда ол деген президент, парламент емес, ол жоғарыда ол деген. Ол мемлекеттің өміріне кәдімгі қарапайым жергілікті жерде өзінің өміріне араласу. Соны қадағалау, бақылау. Міне сондықтан да бұл мемлекеттер жақсы өмір сүреді.
міне ал керісінше жаңағы ол мына жағынан жаңа саясилану деген сөзді қолданғанда мүмкін қолданбаймыз, бірақ жаңағы әлеуметтік жағдайдың төмендеуі ол радикалдануға алып келеді. Ыза. Иә, ыза радикалдануға. Әртүрлі. Сосын бұл жерде бір нәрсені айтып кетейін, мынандай не бар. Қалай деп айтсақ екен, біз халыққа бәрін тіреп отырмыз ғой. Мына ұлттың қалыптасуы ол эволюциялық процесс. Бірнеше ғасырлар бойы қалыптасады ұлт деген. Бірақ мына тобыр деген ұғым бар да, сосын ұлт деген бар. Ұлттың тобырдан айырмашылығы ұлттың өмірі құндылықтарға сүйенген. Тобыр деген сөз жалпы көптің көңіліне тиіп кетеді ғой, қай-қай жағынан. Тиеді, иә, бірақ мен неге айтып отырмын бұны деген? Өйткені тобыр жүрген жерде демократия болмайды. Өйткені тобыр жүрген жерде ешқандай жақсы мемлекет болмайды. Бұл енді тек қана жақсы мемлекетте демократияны құралатын тек қана ұлт. Бұны мен саған неге айтып отырмын қазір, ары қарата жалғастырайын. Себебі деген жаңа айтқан ұлттың процесс, жаңағы ол ғасырлар бойы жүретін процесс. Өзі этникалық құндылығы дейді, діни құндылығы дейді, әртүрлі құндылықтар. Тобырда ешқандай құндылық болмайды. Енді қараңдар. Қазіргі уақытта саяси технологияның дамыған заманы ғой, жалпы. Саясат ол деген қалай? Саясат деген ол мәңгілік құндылық емес. Саясат уақытша құндылық. Иә, қай-қайсысы. Иә, кез келген саяси қайраткер болсын, басқа да болсын. Иә, уақытша бәрі. Иә, қаншама мысал деген кезінде деген халқын өзіне табындырған, мысалы Сухарт Индонезияда, Мубарак мысалы Египетте, Каддафи, қазір оларды өзінің халқы да білмейді ғой. Басқалар түгіл. Өзі халық құртып жіберді ғой. Иә, өзі құртып. Сондықтан бұл уақытша ғой. Міне, енді қараңдар, қазір жаңағы технологияның дамыған уақыттар, енді былай қара. Қазіргі уақытта, кей уақытта бұл енді қазір емес, бұл деген жалпы деген 20-шы ғасырларда басталды. Бұл. Мына кей уақытта мысалы халықты, ұлтты, яғни халық деген ұлт дейді. Мына ұлтты керісінше тобырға айналдыру үрдісі бар, механизмдер бар. Сондай жұмыс жасап жатыр және де. Бұл туралы кезінде деген ана Густав Лебон деген жаңағы атақты француздың әлеуметтік психологы болды, социальный психолог дейді. Эрик Фром деген американдық. Солар жазды. Мысалы деген жаңа қараңдар. Адамның өзі де эволюциялық дамудың жемісі. Енді біз енді жаңағы өзімізді тап осылай күйінде жаратты дегенде енді кішкене былай қоя тұрсақ, адам эволюциялық дамудың жаңағы нәтижесі. Дарвиннің теориясына келсек. Иә, эволюциялық даму. Сондықтан эволюциялық даму нәтижесінде адамның бойында жаңағы алғашқы табиғатта болған инстинкттер адам бойында қалып қойды. Сол қалады. Соны сіз тобырлыққа келіп отырсыз. Иә, сол жаңағы сол табиғи инстинкт дейміз біз оны, немесе жабайы инстинкт дейді. Сол адам бойында болады. Бірақ өркениетті құндылықтар, этникалық дәстүр, діни тағысқа, ол жаңағы адамның сол инстинктісін басып ұстап отырады. Енді адам тобырға айналдыру дегеніміз не? Адам тобырға айналдыру дегеніміз әдейі түрде әртүрлі жаңағы технологияларды пайдалана отырып, адамның осы табиғаттан қалып қалған жабайы инстинктілерін ояту. Мысалы қарап отырсаң, әртүрлі телехабарлар, жаңағы әртүрлі кинофильмдер, әртүрлі әлеуметтік желілер арқылы адамды жаңағы осылай бұл итермелеу. Иә, мысалы былай қарағанда, енді Густав Лебон бұл туралы механизмдер туралы айтпаған, просто механизмдер туралы мен айтып отырмын. Густав Лебонның айтқаны ол деген жаңағы просто инстинкттерді ояту деген. Инстинкттер біріншісі. Екіншісі не деп ойлайсың? Екіншісі қазір сол айтқан діни фанатизм екен. Бұл жерде мысалы біздің бөліп алатын нәрсеміз құрал ретінде де. Бұл жерде просто біздің бөліп алатын нәрсеміз дін мен діни фанатизмді екеуін бөліп алу керек. Иә. Дін ол бөлек. Діни фанатизм мүлдем бөлек. Құрал. Дін ол қасиетті құндылық, діни фанатизм ол жай ғана жаңағы құрал. Өйткені, былай мүмкін жаңа керек болмаса алып тұрсың, просто салыстырмалы айтқанда былай. Алмаймыз. Иә, мысалы футболды бәріміз жақсы көреміз ғой. Футбол әдемі эстетикалық ойын. Бірақ енді футболдың фанаттары деген бар. Анау жаңа олар деген жаңағы футбол көріп отқанда сонда инстинктіге беріліп кетеді. Иә. Сосын шыққаннан кейін бұзақылық жасайды, тағы да басқа. Мына енді мүлдем просто жай салыстырып отырмын мен. Жанкүйерлік. Иә, екеуі жай салыстырып отырмын, просто кішкене түсінікті болсын деп. Енді діни фанаттар мүлдем бөлек, олар одан да қауіпті ғой. Иә. Одан да қауіпті адамдар. Міне діни фанатизмнің өзі бұл деген діннің атын жамылып, адамның жаңағы осындай жабайы инстинкттерін ояту. Бұл жерде ең басты нәрсе адамға деген адамның жаңағы кішкене несін қалай деп болады? Білімнің кішкене аздығы ма, надандық деген қолдануға болмай ма? Соны пайдаланды. Өйткені деген адам деген мысалы Аллах деп айтылған жердің бәрінде ислам екен деп ойлайды. Немесе Христос деп айтылған жердің бәрінде христиан екен деп ойлайды. Міне осындай сөзді қолданады да, сосын бастапқы бір жаңағы ұғымдарды қолданады да, сосын адамның жаңағы фанатизмін оятады. Сөйтіп осы екі жақтан бір жағынан жаңағы
моральдық құндылықтарды жою, екінші жағынан жаңағы жалған дінге кіргізу, осы екі жақты қысым арқылы билеу сосын адамды жайлап ұлттығынан айырып тобыр деңгейіне түсіреді. Ал тобыр деңгейіне түсіргеннен кейін бұл елде тыныштық болмайды. Иә, бұл бір айтқанда бұл жасанды мемлекет сияқты болады. Иә. Бұл сырттай қарағанда мемлекет, бірақ бұл жерде жаңағы ешқандай жаңағы адамдардың деген, халықтың деген не саяси өмірге, не экономикалық өмірге, не әлеуметтік өмірге саналы түрде қатысуы жоқ. Тек олар қатысады, керек кезінде біреу пайдаланады. Содан кейін қайттан итеріп қояды, керек кезінде басқа біреу пайдаланады. Яғни жоғарыда билікке талас жүріп жатқан кезде біреу керек кезінде алып шығады көшеге бәрін, керек емес кезінде қайттан сырып қояды тобырды. Сосын екінші біреу керек кезінде қайттан алып шығады. Белгілі бір әскер сияқты ғой. Не, сосын керек емес кезінде пайдаланады. Керек емес кезінде қайттан кері сырып қояды, болды. Халық өз қолына ала алмайды. Ана, қалай деп инициатива дейміз ғой, бастама. Соны халық өз қолына ала алмайды. Халық деген жаңа ұлт. Өйткені ол деген жайлы бірте-бірте ұлттығынан айырылды. Ол жаңа тек инстинктімен өмір сүретін тобырған. Бұл жерде бәрі солай болады деген сөз емес. Мен шын айтып отырмын, сол қоғамдағы ұлттың бәрі осылай тобырға айналып кетеді деп. Олай болмайды. Белгілі бір мөлшері. Иә, бірақ белгілі бір өзінің критикалық мөлшері бар, сыни. Соған дейін алып барады. Ал енді жаңағы айттыңыз ғой, тобыр мәселесіне қатысты тағы да бір талқылайықшы. Жаңа қазір қоғамда көбейіп кетті, әлеуметтік желіге кіріп алады да, жаңағы былай қарап тұрсаңыз, аузына келгенді соғады. Сондайлар бар. Билікті сынаған болады, ойбай, анау бүйтіпті, мынау сөйтіпті, президент анандай, министр мынандай деген сияқты бір сондай пікірлерге, және олардың аузына қақпақ болып жатырғанда бір белгілі бір заң да жоқ, тәртіп те жоқ. Мен ойлаймын ғой, сол жаңағы бетімен кеткендер ертең сол тобырлық жүйеге бізді ұшырайтпай ма? Сондай қауіп оларда бар ма? Қалай ойлайсыз? Міндетті түрде бар. Жаңа айтып отырмық қой, біздер деген. Олардан да қауіп бар. Сосын жаңағы теледидарды белсенді пайдаланып дедік қой. Енді мысалы өзімізде белгілі бір жаңағы НТК-дан жүретін бір жаңағы, сосын жаңағы ресейлік бір арна бар ғой, қайсысы бір содан жүретін бір екі хабар бар ғой. Қыз бен жігіттерді әкеліп қояды. Содан бүткіл халық болып президентке дейін хат жазып құтыла алмай жүр ғой. Енді мысалы бұл соның айқын көрінісі ғой. Жаңа былай айтқанда. Қалауым бір болайық. Бұл ең сорақысы, бұл деген жай ғана жабайылық инстинкт емес, жабайы жыныстық инстинкт болады. Одан да сорақы. Малдық деңгейдегі дейсіз. Иә, мысалы былай айтқанда ешқандай адамда деген бір басқадан ұялу сезімі болу керек қой. Мынадай жағдайда бұл басқадан ұялу сезімінің жойылуы. Бәлкім бұл жерде біздер жаңағы мәдениет, тәрбие, әдебиет деген дүниелерді кемшіндеу дамытып жатқан жоқпыз ба? Сол себепті емес пе жаңағы жыныстық, соған сондай бір әлгі малғұндық инстинктке көшіп кеткеніміз? Жоқ, ол да болар, ол да болар. Бірақ жаңа басында енді осыны айттық қой. Былай қарағанда демократиялық жүйеде билікті бақылау механизмдері деген болады. Ол билікті бақылау механизмдері ол шектелген, ол заң жүзінде бәрі бекітілген. Бұқаралық ақпарат құралдары саласында тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары бар, қоғамдық тыңдаулар бар, әлеуметтанулық зерттеулер деген болады, жаңағы рейтинг деген болады, сосын әртүрлі цензура бар, басқасы. Сосын ең бастысы мысалы жаңағы сайлау. Ең бастысы мысалы сайлау арқылы жаңағы ұнамаса келесі сайлауда ол мысалы мэр болмайды деген сияқты жаңағы уақытша беру. Міне осының барлығы билікті бақылау, билікті ауыстыру механизмі. Бұл бар. Бірақ жаңағы айтқан, сен өзің айтып кетші бастадың, блогер, мысалы қолында телефон бар кез келген адам алады да, былай айтқанда наглый дейді, енді қалай қазақша? Дөрек пе? Қолына телефон суырып алады да, мен жазбаны қосып қойып дейді де, әкімнің бөлмесіне кіріп барады. Дәл жаңа сұрап отқан хатшыны да жаңағы елемейді. Хатшы тоқтатып жатса да, тек мен халықпын дейді, халық қайдағы халық ол? Мен халықпын дейді де, мысалы деген жаңағы. Кім оған құқық берді халыққа атан сөйлеуге? Ал солардың көбі демократияны желеу етеді ғой. Мысалы жоқ, демократиялық мемлекеттерде де мен қай жерде түсіргім келеді, сол жерде түсіргім келеді. Демократиялық жүйенің өзінде де адамдардың мысалы сайлау арқылы берген өздерінің өкілдері бар. Мысалы біз кей уақытта белгілі бір тәртіп ережемен болу керек дейсіз. Мысалы өкілетті билік дейміз ғой. Біз кей уақытта заң шығаруды негізі саяси заң шығару деген жоқ, ол өкілетті билік. Өкілетті билік дегеніміз ана жерде әртүрлі жаңа қоғамдық әлеуметтік топтардың өкілдері отыр деген сөз. Яғни бәрібір де жүгіріп жүрмес үшін өзінің өкілдерін сайлап қойды.
Мысалы әйелдер ұйымдары сайлады, жастар ұйымдары сайлады, белгілі бір соғыс ардагерлерінің ұйымдары сайлады, жаңа өзінің өкілдерін. Сол жерде барып ана өздерінің мүддесін қорғау үшін. А мыналардың қолында кім бұларға сондай өкілеттік берді? Ең болмаса бұлардың қолында мысалы лицензия бар ма? Ол жаңа бұқаралық ақпарат құралдарында көрсететін басқа не бар? Ешқандай құжат жоқ, ешқандай өкілеттік жоқ. Былай айтқанда бұл деген негізі вообще біздің мемлекет білмеймін неге екенін. Бұл негізі деген жаңағы әкімшілік кодексте бұзақылық деген бап бар. Тура соған не? Мынау тура соған келіп тұрған нәрсе. Әкімшілік кодекстегі бұзақылық бабына. Ал енді мысалға олар қалай есептейді? Менің ойымша деймін ғой енді. Олар деп айтуға да болмайтын шығар. Енді олар да біздің қатарымызда жүрген қандас бауырластарымыз. Бірақ енді солардың ішінде кейбір жағдайда бір мәселенің шешуіне сеп болып, сол айқай дауыр көтермесе, соны әлеуметтік желіге жаңағы сіз айтқан видеоны салмаса, бір белгілі бір мәселелер шешілмей қалады. Сонда айырмашылықты айтамын да, мысалға енді дұрыс. Қараш Бағдат. Иә, ондай пайдасы бар екендігін оны түсінеміз. Бірақ бір нәрсені пайдасы бар екен деп біз оны деген ары қарата заңдастырмай жіберетін болсақ, бұл деген прецедент қой. Ертең бұның деген пайдасынан зияны көбейеді. Бара-бара соған үйренеді халық деген пайдасынан зияны көбейеді. Қалай? Демократиялық мемлекет туралы біз көп айтамыз. Демократиялық мемлекеттің ең басты айырмашылығы неде? Демократиялық мемлекеттің ең басты айырмашылығы заңның үстемдігінде. Міне, бір мысал айтайын. Жаңағы егер уақытың болса, жаңа Михаил Старатути деген хабар кезінде мен көрдім, жас кезінде көрдім. Қазір ол жоқ, баяғыда болып жатты. Сонда мынандай сюжет бар. Таратута Канаданың жаңағы үкімет үйінің алдына келеді де, международный қой журналист. Түсіріп айтады үкімет үйін. Үкімет үйін түсіріп атып қарап қалса, Канаданың премьер-министрі келіп машинамен тоқтап түсіріп атады. Канаданың премьер-министрі, Канада ол мемлекеттің басшысы, былай айтқанда, үкіметтің басшысы дейміз ғой, бірақ енді мемлекеттің басшысы, бүткіл жаңағы билік соның қолында. Міне Канада енді парламенттің қолында болған емес сонда Канада премьер-министрі. Канаданың премьер-министрі келіп түсіп айтады, ол енді Россиядан барып таң қалып қалады. Бұл қалай? Канада премьер, Канаданың заңы өзі келіп түсіп жатыр. Сосын барып ол жаңа интервью алғысы келеді жаңағы Канаданың. Ол премьер-министр айтады, кешіріңіз дейді, мен қарсы емеспін. Бірақ деген тәртіп бар. Жаңағы менің мынандай пресс-конференция уақытым болады. Барып жаңағы менің пресс-секретарь дейді ғой, сонымен барып сөйлесіңіз, сол сізге айтады, конференцияға келіңіз, сол кезде мен сіздің қандай сұрағыңыз болса жауап беремін дейді. Көшеде емес. Сөйтіп жатқан кезде екеуі одан да әрі. Екеуі сөйтіп жатқан кезде келеді, полицейский келеді қастарына. Полицейский келеді айтады, ана оператор бәрін түсіріп жатыр. Бұл кәдімгі передачада көрсетілді, болды. Россиядан бұл сол кезде көрсетілді. Жаңа 90-шы жылдар деген Россиядағы демократияның алтын ғасыры дейді ғой, сол кезде бұл көрсетілді. Соны жаңа оператор түсіріп жатыр. Полицейге екеуін тоқтатты да айтады мыналарға, машиналарыңды дұрыс қоймағансыңдар дейді парковкаға. Сосын журналистке ескерту жасайды да, анаған штраф жазып береді, айыппұл. Премьерге айыппұл жазып беріп жатыр, гаишник. Мынау енді вообще есі кетіп тұр да мына журналист енді. Россиядан келіп тұр ғой, бұл қалай деп жаңағы. Сосын әбден ана премьер кетіп қалады, кел деп, мынау енді жаңағы полицейге жабысады. Айтады, қалай деп бұл? Мен түсінбей қалдым. Ақылға сыйымсыз ғой. Иә, сіз премьерге көр Алихан Смайыловты тоқтатып. Сіз премьерге деген штраф жазып бердіңіз. Маған ескерту жасадыңыз. Айтады, бақ 4-ші билік деп айтады. Бірақ енді бақ сонда бірінші билік болып кетмесіздер де. Ана премьер сосын айтады, мен вообще ана гаишник, мен сіздің не айтпағанды түсініп тұрған жоқпын дейді. Қандай билік, қандай бірінші билік, қандай 4-ші билік. Бізде заң бар дейді. Заң бойынша жаңа машинаны бірінші дұрыс қоймайтын болсаң ескерту. Екінші рет дұрыс қоймайтын болсаң айыппұл. Мен премьерге одан бұрын ескерттім дейді. Ол бірінші рет, ол тағы да дұрыс қойып отыр. Сондықтан оған айыппұл дейді. Мысалы сізге ескерту бердім, сіз бірінші рет дейді. Екінші рет осылай істесеңіз сізге де айыппұл саламын дейді. Бұл Қазақстанда ертегі ғой айтсаң, иә? Иә. Солай ма? Иә, ертегі. Mesela демократияның несі? Демократияның ең артықшылығы заңда, көрдіңіз, заңның жұмыс істеуінде. Иә, дұрыс. Жаңағыға түсініктеме беріп жатсыз ғой. Иә, жаңа түсініктеме. Сондықтан біз жақсылығын көрейік, мейлі жақсы болсын, жаңа өзіңе кей жерде пайдасы болсын. Бірақ бұл заңсыздық қой. Біз қашанда біз дұрыс ел болғымыз келсе, дұрыс ел болғымыз. Заңсыздыққа жол бермеуіміз керек. Иә, біз деген мына биліктен бастап түгел халықпен екі ортада біз заң, ол бізге ұнасын заң, заң бізге ұнамасын. Бірақ біздер сол заңның аясында жұмыс істеп үйренуіміз керек. Қарапайым адамдар бол, бірінші біз соған бағынуымыз керек. Міне кім? Әкім де прокурор да біздің арамыздан шығады ғой. Иә. Халықтан шығады. Иә, кешегі біз сабақ берген балдар, кешегі бізді жүрген нелер. Иә, егер біз кішкентай кезімізден бастап, мысалы, заңды құрметтеуге тәрбиелеп, ұрпақты солай өсірсек, өзіміз біз болсақ, ана біріне өткен фейсбуктан көрген бір орыс күліп отыр, ана не жазып қана, Германияда болған ғой. Германияда жолға келіп тұрық дейді. Жолда деген қызыл свет жанып тұр. Немістердің бәрі ақымақ тұр дейді.
машина жоқ ешқандай. Тұр дейді. Бірақ жүріп кететін де болады еді мүмкін. Иә, мен жан жағыма қарадым да күлдім де өте бердім дейді. Ол Россиядан барып тұр ғой енді. Мен көрдім де қоғамның айырмашылығы. Адам Россиядан барып тұр, ол қызыл жанып тұрғанға ол өтіп кетті. Машина жоқ екенін көрді де, өтті, жүре берді. Кедергі жоқ қой деп. Иә, кедергі жоқ. Ал немістер даже өтіп бара машина жоқ болса да, жасыл жанып тұр. Немістер өтіп бара машина жоқ болса да, олар күтіп тұр. Жоқ болса да. Бұл жанғанды күтіп тұр. Бұл заңның үстемдігі. Енді біздер қашан үйретеміз ал жақсы? Енді толыққанды. Немістерше. Сен мықты сұрақ қойдың ғой. Енді мен қайдан білейін. Жоқ, не істемек керек деймін ғой. Енді деген ең басты бізде енді жаңағы кішкентай кезімізден бастап заңды сыйлауға үйрету керек болар. Мен тағы да бір нәрсе еске түсіп кетті ғой. Баяғыда деген Сорос Қазақстан деген қор болды. Сол қор деген мына демократияны дамыту институты дейді, жаңа түрлі кітаптар әкеліп оқытып жүрді. Мен соның жаңа бір-екі курсына қатыстым. Баяғы 90-шы жылдардың аяғы ғой, демократияның алтын ғасыры. Содан деген жаңағы сол кезде жаңағы қазір жоқ қой ол фонд. Содан деген жаңа бір кітап әкеліп берді бізге. Қарап отырсам журнал комикс. Комикс білесің ғой, комикс журнал. Сурет ашып қаласың, мұрны мынандай біреу тұр бірінші бетінде. Ешкімге ұқсамайтын біреу тұр. Астында жазулы тұр. Мынау Америка Құрама Штаттарының президенті сен сайлайсың 5 жыл мерзімге деп жаңа. 4 жыл мерзімге деп. Президент сен сайлайсың 4 жыл мерзімге деп. Сосын мына жағында сенат, мынау сенатор дейді, мынау тағы бірдеңе. Сосын біз ойлап қалдық қой, әкеліп тұр. Бізді мыналар мүлдем ақымақ санай ма деп жаңағы американдықтар енді. Сосын сұрадық қолардан енді біздер енді табондай абориген емеспіз ғой енді. Азын шоғын хабарымыз бар енді. Неге сонша әдемі сұрықсыз қылып суреттедіңіздер деп? Соншама неге қарапайым қылып? Просто журнал ғой комикс. Бірінші жаңа кішкентай баланың деңгейі ғой. Кішкентай ғана комикс журнал жаңағы. Әдейі суретпен түсіндірген. Біздің деген. Себебін айтыңызшы шал. Олар күлді, сосын айтты. Оказывается, бұл деген Америка Құрама Штаттарының бастауыш сынып оқулығы екен. Олар бізге көрсетуге алып келген. Бастауыш сынып оқулығы. Балаға қалай қабылдайды, солай беріп тұр. Оказывается, оларда деген демократияға, бала тек қана әріпті тани бастаған кезде демократияға үйретеді. Жақсы, рахмет. Тағы бір сауал. Демократия деген сөзді жиі айтамыз. Халық билігі дедік, басқасы дедік. Мына біздер төбір түркі еліміз дейміз. Тұран даласы дейміз. Хандық жүйе болды. Осы біздің генетикамызда, жаңағы арабша айтқанда фитраңда дейді ғой, жаратылысыңда қалып қойған дүние емес пе осы біздің хандық басқару жүйесі. Мысалға бізде көп партиялы, я болмаса басқа демократияның парламенттік республика деген сияқты түсініктер болған жоқ қой. Ал енді соны келіп қазір демократиялық ел боламыз дегенде де қанша бір соған апаратын, содан көрініс беретін сипаттарды қанша өзімізге алсақ та, біздің қанымызда жаңағы бір патшаға бағыну жүйесі, бір патшаны сыйлау, бірақ деген халық сұраса, патша ханда жаңағы түйесін сойып береді деген сияқты бір пікірлер бар ғой. Сол қалып қойған жоқ па? Біздер қазір бағындырғымыз келеді. Ал демократияға рухани жаңағы ішіміздегі генетикалық жадымыз қарсы болып тұрса ше. Мен дұрыс деп, өзімдікін дұрыс деп айта алмаймын. Адамның деген бір нәрсе дұрыс болуы мүмкін емес ешқашан. Мен саған өзім пікірімді айтайын. Соған қатысты. Жаңағы деген қазіргі уақытта мен тарихшы емеспін енді. Бірақ тарихтан аз сайыстан мамандығым. Тарихтан аздап хабарым бар енді. Қазір мына біздің тарихшылар деген айтады, дала демократиясы туралы айтады. Дала демократиясы дейді. Негізі демократияның көкесі сол емес пе? Дала демократиясы дейді. Себебі деген жаңағы бұл дегеніміз, яғни жаңағы хандардың билігінің номиналды болғандығы. Билік негізінен билердің қолында болды. Біз қазір мысалы деген билік деген сөздің өзі би дегеннен шыққан ғой. Біздер қазір билерді аппараттан судьяны қылып әнжеге қойып қойдық. Шын мәнінде олар судья емес. Олар деген жаңағы бір территорияның басшысы, аумақтың. Енді қазақта рулық қоғам болды да, бір ру бір аумақты алып берді ғой территория. Болыс деді. Қазір енді біз араласып кеттік, бірақ енді бұрындары деген жаңағы арғындардың өзінің территориясы болды деген сияқты, қоңыраттардың өзінің территориясында тұрған жаңағы. Міне осы жаңағы арғынның биі сол территорияны биледі, қоңыраттың биі. Бұл бидің қолында жаңағы биліктің үш тармағы да болды. Жаңағы өкілетті билік те болды, атқару билігі де болды, заң шығару билігі де болды. Енді сот билігі де болды. Міне өкілетті, атқару, сот билігі үш тармақ үшеуі де болды қолында.
билік, яғни билік болды. Сондықтан шынайы билік осының қолында болды да, хан енді жаңағы орталық билік номинал. Солай деп түсіндіреді енді. Тарихиға рас болса. Солай деп келеді. Енді қара, шынында да мүмкін солай болмайды. Қарап отырсақ, ана кезінде деген жаңа Төленің айтқаны бар ғой Абылайға. Бұқар жауды. Абылай, сен кезінде кім едің? Төле бидің түйесін бағып жүрген құл едің деп. Ханға айтып тұрған сен, құл едің деп. Айтып тұр дейсің ғой. Немесе жаңағы Махамбетті өзіміз білеміз, хан емессің, қасқырсың, қаралбасты басқырсың деген. Достарың келіп талады, дұшпан сен басқырсың деп. Ханға айтып тұр ғой, жай неге емес. Соны айтады ғой. Сондықтан деген неге? Демократияның көкесі сол негізі. Сосын неге? Сосын біз мына кей уақытта ұрушылықты айтамыз ғой. Ұрушылықтың деген қазақ қоғамында ұрудың пайдасы өте көп. Трайбализм дегенді пайдаланбай ақ қояйық енді. Біз жаман жағынан көрсетеміз көбіне. Әр нәрсенің өзінің пайдасы да зияны да болады ғой. Мына ұрушылықтың бір нәрсе, ұру деген кезінде қазақтың деген табиғи қорғанышы болды. Даже сол мысалы Ілияс Есенберлиннің кітабында жаңа білесің барсыңдар, ол кісі деген өте қазақтың тарихын көркем әдебиет түрін жазып кеткен адам ғой енді. Қарасаңдар, сонда деген жаңа ғана сол Абылай ханның жаңа ғана Ботақан деген адамды өлтіріп алатыны бар ғой. Басындағы бөркін қағып түсір. Енді ести тұрсам ханның басына бөркін қағып түсірмейді ғой. Енді ол кішкене енді жаңа бір қиян қалаума жігіт қой енді. Бірақ ұрудың шамалы адамы ғой. Бағана айтқан тобырдың бірақ соңынан жаңағы осы байқамай жаңа өлтіріп алғаннан кейін байқамай өлтіріп алып тұр ғой ол да. Оның құнын беру. Соның құнын сұрауға руластар келеді ғой. Ана Бекбат би бастаған 5000 адам атқа қонып, сен деген біздің руымыздың адамын өлтіруге қандай қақың бар, хан болсаң да деп. Сондықтан мысалы ол кезде деген демократия қалай? Ол кезде мысалы хан неге тиіс алған жоқ? Ол батырға ол онсыз да тиіс алмайды, биге онсыз да тиіс алмайды. Қарапайым қазақтың өзіне неге тиіс алған жоқ? Өйткені ол білді, қарапайым қазаққа тиіссе, оның артында ұруы тұрғанын. Жаңағы туыстары. Сұрау болады. Сұрау болады, оның құнын сұрауға келеді ертең. Ұруы. Сондықтан деген ол жасқанды. Сонда нақты жаңағы сауалға келейікші. Хандық жүйе, жаңағы айттыңыз ғой, дала демократиясы деп айттыңыз. Соған бір белгілі бір уақыттардан бір 50 жыл ма, 100 жыл ма келуіміз мүмкін бе? Білмеймін, қиындау болады. Өйткені жаңа мен неге айтып жатырмын, орыстардың несін. Колонизация басталған кезде орыстар деген, мына Оренбургский пограничный комиссия деген болды ғой кезінде орыстарда. Олар деген мықты ғылымдар жинап әдейі комиссия құрды ғой. Қазақтың бүтін этнографиясын бәрін зерттеді ғой. Содан кейін барып бодандады ғой, зерттеп. Олай айтқанда ғылыммен бодандады ғой, мақтап тұрып. Сонда олар халықта деген жаңағы әдейі олардың ең бірінші реформасы қандай болды? Ең бірінші реформасы деген Қазақстанға болыстық басқару жүйесін енгізу болды. Болыстық басқару жүйесі дегенімізде, болыстық басқару жүйесі дегеніміз бұрынғы рулық басқару жүйесін жойды. Яғни алды екі руды бір болысқа қосып жіберді. Или болмаса бір үлкен руларды бірнеше болысқа бөліп жіберді. Олар алдыда қырқысты, басқасы. Олар алдыда жаңа екі ру бір болысқа қосылғаннан кейін бір-бірімен қырылысты. Сөйтіп алдыда руларды бүйтіп араластырды да, мидай қылып. Ана жаңағы қазақ жаңағыдай жүйе басқару жүйесінен айыру үшін дәстүрлі. Оны деген артынан кейін кеңес үкіметі жалғастырды ғой. Кеңес үкіметі одан кейін одан әрі жалғастырып кетті. Олар енді қайтару қиынға түсіп. Олар енді қалаға қуып енді жоқ, қазір енді қарашы, сен руыңды білесің. Мен руымды білем. Бірақ енді қай руласымыз басымызға күн түскенде біздің қасымызға жаңағыдай қорғап жүгіріп келеді. Ол енді қазіргі өмірдің ғой. Сананы тұрмыс билеген тірлік болып кетті деген шешім. Ана мен бір қылжақтап айтатын бар ғой. Мына кейбір жаңа бізде әкім саясатта жүрген жігіттер, мен қазақпын деп жүреді ғой. Сосын мен айтамын, жігіттер деймін. Ол қазақпын деп жүр ғой. Сен соның руын сұрашы деймін. Мына қазақ руын өтірік айта алмайды. Бәрін өтірік айтады ғой. Руын өтірік айта алмайды. Өйткені деген жаңағы руластар қанша алыстап кетсе де бірін-бірін біледі. Сондықтан егер ол жаңа жігіт әкім болып отқан или жаңа министр болып отқан жігіт жаңағыдай қашқақтай бастаса, руын айтпай. Ой, мен қазақпын деп қазақша сөйлеп тұр ғой, біліп тұр. Значит, ол деген не шата, не жаңағы қазақ емес. Басқа ұлттың өкілі. Түркі тектес ұлттың өкілі ғой, бір қазақша мықты біліп тұр. Жақсы, рахмет. Бізге берілген уақытта өзінің мәресіне жетіп қалыпты. Енді қысқа сұрақ, қысқа жауапқа көшейік. Жаңа айтып жатырмыз ғой, енді түрлі саясатты айттық, әлеуметті айттық, проблемаларымызды айттық. Мына жалпы енді қазіргі уақытта қазақты дос көретіндей, қазаққа болсын дейтіндей заман орнауы үшін сонда не істемек керек? Қиын сұрақ қойдың ғой. Шамасы бұл деген жаңа тәрбие талбестің дейме дейді, қалай дейді. Енді бір ұрпақ өсіп шығу керек болар. Хан жаңа ұрпақ бар, жаңа тәрбиеленген. Білмеймін енді оны. Мына кезінде деген декабристер деген болды, орыстың декабристер. Солар патшаға қарсы шығып, артынан бесеуінде арғасып қалғандар Сібірге айдады ғой патшаға. Ленин соларды айтқан, бұлар деген таяқ жемегендер, ақсүйектер деп.
Неге өйтіп айтты Ленин? Өйткен деген Екатерина екіншіге дейін орыс ақсүйектерін таяқпен ұратын болды. Тек қана крепостьта емес. Иә, ақсүйектің өзін таяқпен ұратын болды. Бірақ Екатерина екінші ол деген европалық жаңағы патшайым ретінде мәдениетті деген сияқты жаңа өзін солай көрсетті де, ол деген заң бойынша сол кезде ақсүйектерді таяқпен ұруға тыйым салды. Яғни бұларды ешкім таяқпен ұрған жоқ. Сөйтіп жаңағы таяқпен ұрылмаған бір ұрпақ өсіп шықты да, олардың әкелері патшаға қарсы шыға алмайды, өйткені олар таяқпен ұрды. Олардың балдары патшаға қарсы шықты, жаңағы құдіреті, рухы жетті патшаға қарсы шығуға. Өйткені таяқпен ұрған жоқ оларды. Таяқпен ұрмаған ұрпақ. Мен де ойлаймын, біз кішкене жалтақ ұрпақпыз әлі. Біз шет жағын көріп қалдық қой, жаңағы нелерін. Мүмкін енді еркіндікте өмір сүрген бір ұрпақ өсіп шығу керек. Ұрпақ өсу керек. Былай айтқан таяқ жемеген. Жаңа Қазақстан. Ұрпақ өсіп шығу керек те. Сол кезде біз айта аламыз, жаңа Қазақстан құрылды деп. Билікке солар келу керек. Билікте отырғандар бізде деген таяқ жеген ұрпақ әлі. Кішкене. Рахмет. Көп рахмет сұхбатыңызға. Жұмысыңыз жемісті болсын, бір үлкен, аз уақыттың ішінде үлкен мәселелерді көтердік деп есептеймін. Саясатты қанша сынасақ та, сабасақ та, жаңағы айтқан өзіңіздей, біздің ынтымағымыз бен берекеміз ешқайда қашпауы керек қой. Ал ынтымағы, берекесі қашқан елде өзіңіз білесіз, ешқашанда болашақ жоқ. Оның тағдыры қысқа болады. Олай болмасын. Қазақ елі дамысын, туымыз тұғырымызда болсын, ұрпағымыз аман болсын. Рахмет. Құрметті Тұран YouTube каналының көрермендері, мінекей біз келесі хабарымыздың да мәресіне жеттік. Саясат туралы айттық. Айта беруге болады. Бірақ қай жерде де нені айтсақ та, біз тыныштық пен ынтымақты, ауызбіршілікті айтпасақ, ол жердегі отырыс берекелі болмайтын сияқты. Соны түсіндік. Сау болыңыздар.